Пайдаға кенелігіңіз келсе, бағбан болыңыз. Ордабасылық Самат Сұлтанов осылай деп кеңес берді. Қазір бұл ауданда кәсіпкерліктің көкжиегі кеңейіп, бірқатар азаматтар ісін дөңгелетіп отыр. Кәсібінен нәсіп тауып отырған ол 4 мезгілде де таңнан қара кешке дейін бір тынған емес. Ол үйінің ауласындағы алақандай жердің өзін кәдеге жаратып, мол табыс табуда. Кәсіпкердің бұған дейін қыстың күні көкөніс өсіруге мүмкіндігі болмай келген. Мемлекеттік бағдарлама арқылы қайтарымсыз қаржы алып, көптен күткен арманына қол жеткізді. Шағын жылыжай салды. Жастайынан жері өнбі өскен диқан қызанақ қияр өсірудің технологиясын бүге шегесіне дейін меңгеріп алған. Жылыжайдың ішінде дымқылы көп болатын болса, сол аурудың өсіп жетілуіне мүмкіндік туып, мына қиялардың жапырағына түсіп, жапырақты бірте-бірте құратып жібереді. Дәрі соны шашып отырам. Әр 10 күн сайын алдын алып. Ертең күн жылығаннан кейін бұның бәрін алып тастаймыз, мына поршкілері бар, ашылатын. Климатты ұстап отырамыз бір температураны. Ол әуелгіде қауын қарбыз, қызанақ, одан кейін мақта екті. Егіншіліктің түр-түрін байқап көріп, ақыр осы қиярға тоқтаған. Қияр 40-45 күннің шамасында шығады. Өнімді тез әрі көп беретіндіктен осы салаға бет бұрған. 10 тоннадан 3 рет өнім алып үлгерген. Қызанақ ексеңіз, қызанақты бір алқаптан 2 рет аламайсыз. Ашық салада. Ол үшін жылыжай керек, қиярды бір маусымда ашық салада 2 өнім алу үшін осыны әрекет жасап жатыр. Судан да қиыншылықтар бола бастағаннан кейін біз тамшылату израильдік тәсіл деп айтады, оны тамшылатып капельный орошение. Осыны қолға алып, осы арқылы суаруды бастап, осымен тілігімізді өрбітіп жатыр ары қарай. Кез келген кәсіпте қиыншылық болады деген ол бір кездері қолын бір сілтеп басқа салаға кетсем деп ойлапты. Алайда жанына жақын жұмыс болған соң құлшынысы арта түсті. Қазірдің өзінде өнімге деген сұраныс жоғары. Ауданға қарасты ауыл тұрғындарын қамтамасыз етуде. Кішкентай жер болсын, үлкендеу жер болсын, егістік бастап көру керек. Бірінші жылы енді бірденен пайда шығамай қалудан мүмкін, бірақ келесі жылы уже міндетті түрде бұл табыс таба бастайды. Әр азамат өзінің кәсібін қазірден жас кезінен бастаса, ертең бала шағасына қалатындай бір кәсіптің басын игеріп отыратындай жағдайға жету керек деп айтқым келеді. Келешекте осы жылыжай шаруашылығын дамытып, жерін кеңейтуді ойлап отыр. Қосымша басқа да көкөніс бақша дақылдарын егіп көрмек. Ордабасыда мұндай жобаны жүзеге асырғысы келетіндер саны артуда. Тамшылатып суғару, бір жерден 2 өнім алу жобалары жүзеге асып келеді. Ордабасы ауданынан Жандос Семір, Ержан Сейдәзім, Түркістан Таймс.